F әрпі. F әрпі. Футбол. Футбол. Фотограф. Фотограф. Фотоаппарат. Фотоаппарат. Фабрика. Фабрика. Телефон. Телефон. Сауат ашу негіздері. Кәмпиттің сөзі, Ф дыбысымен әрпі. Сабақтың мақсаты. Тілдің дыбыстарын естіп қабылдау, оларды сөздер ішінен бөлу және сөзсіз жеке айту. Сөздегі дыбыстарды, олардың түрлерін, дауысты, дауыссыз, жуан, жіңішке дауыстыларды ажыратып дұрыс дыбыстау. Сөз бен сөйлемді ажыратып, сөздің, сөйлемнің мағынасын түсіну. Тыңдалған материал негізінде қарапайым сұрақтарға жауап қайтару. Балалар, енді кәмпиттің сөзі деген мәтінді тыңдаймыз. Дүкен сөресінде жатқан кәмпит Баплиге былай деді: мені балалар өте жақсы көреді. Менің пішінім әртүрлі. Бірде футбол добына, бірде пирамидаға ұқсаймын. Мен фабрикада жасаламын. Цирктегі күшіктерде аф деп кәмпит жеу үшін әртүрлі тапсырманы орындайды. Кәмпиттің сөзін тыңдап жатқан Баплиді бір бала сатып алып кетті. Бапли, футбол, фабрика, аф деген сөзде Ф дыбысы. Балалар, бұл піл. Піл сөзі філ болып жазыла ма, әлде піл болып жазыла ма? Балалар, піл сөзі П мен жазылады, філ болып жазылмайды. Бұл телефон. Телефон деген сөзді буынға бөліп көрейік. Телефон. Ф дыбысы үшінші буында тұр. Телефон ба, әлде телефон ба? Дұрысы телефон. Бұл фонтан. Фонтан деген сөзді буынға бөлейік. Фонтан. Екі буын. Ф дыбысы бірінші буында тұр. Бұл факс. Факс та байланыс құралының бірі. Факс сөзі буынға бөлінбейді. Ф дыбысы сөздің басында. Бұл қандай спорт түрі? Бұл футбол. Футбол деген сөзде Ф дыбысы сөздің басында тұр. Футбол. Балалар. Бұл ана мен баланың фотосы. Фото деген сөзде екі буын бар. П дыбысы сөздің басында. Ф қатаң дауыссыз дыбыс. Сөздің басында, ортасында естіледі. Оны көк дөңгелекшемен белгілейміз. Сөздерді буынға бөлеміз енді балалар. Фонтан, футбол, фото, факс. Факс сөзі буынға бөлінбейді, бір буынды сөзді Ф әрпімен таныс боламыз. Ф қатаң дауыссыз дыбыс. Ф. Енді жұмбақ шешейік, қанеке ойланамыз. Қыста дем алып, жазда тынбайды, көкке атылып, жерге құлайды. Бұл некен балалар? Ойланамыз. Фонтан. Келесі тапсырмамыз Ф дыбысының баспа әрпін дәптерімізге екі жолға әдемілеп бастырып жазамыз. Өз білімдеріңді смайликтер арқылы бағалап, дәптерлеріңнің астындағы смайликтің аузын саласыңдар. Қарайсыңдар балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.